Assalamu alaikum, hurmetli жақсылар. Алланы ұмытпа, өлімді ұмытпа деген хадистің астарында өте үлкен әңгіме бар. Жақсылар, Құдайды ұмыту, өлімді ұмыту көп адамды нәпсіге берілдіріп, намазсыз болып жүргендігі, арақ ішіп жүргендігі, ұрлық жасап, құмар ойын ойнап, зина жасап жүргендігі, яғни қаншама күнәларға барып атқандығы, болмаса біле тұра істемей жүргендігі, ораза ұстау керек болса біле тұра ораза ұстамай жүргендігі, зекетті біле тұра зекетін бермей жүргендігі, осы Алланы ұмыту, өлімді ұмыту жүрегінде бар екендігі. Егер жүрегінде Алланы ұмытпаса, егер жүрегінде өлімді ұмытпаған болса, ол бұлай ойлайтын еді: мен бірден ары бірден бері о дүниеге барғанда осының жақсылығын көрем ғой, бірден ары бірден бері о дүниеге барғанда осының азабын тартып қалам ғой деген нәрсе ол ойында жүреді. Жақсылық істесе де о дүниеде ана жаққа барғанда Алланың алдында жақсылық көремін деп ойлап жүреді екен. Жақсылар, Алланы ұмытпайық. Алла бізге көптеген жақсылығын беріп қойған. Жақсылық істесек, Алланың бізге берген жақсылығы, оған шүкіршілік жасайық. Қиындық көрсек, ол бізге ескертіп жатқан бір ескертуі, оған біз Құдайдан кешірім сұрап, алдын алып, Алланың алдында жақсылығымызды, садақамызды беріп, дұғамызды жасап, қиындығымыздан жеңілдеуін Құдайдан сұрауымыз керек. Құдай қаласа, жақсылар, өлімді ұмытпаудың тағы да бір нәрсесі, мысалы, мынау ұйқы деген нәрсе тағдырымызда, біздің тағдырға жазылған ұйқы. Ұйқыны ұйықтамай қою бізге мүмкін емес. 3 күн ұйықтамай қою өлімнің себебіне апарады деген. Ал ұйқының өзі денсаулыққа пайдалы ұйықтап тұратын болсақ. Ал соның ұйықтамай қою мүмкін емес нәрсе екендігін білеміз. Енді ұйқының екінші қырын қарасаңыз, хадисте ұйқы бұл жарты өлім деп айтқан екен. Тағдырымызда жазылған нәрсе ұйқының өзі жарты өлім. Ұйықтап атқан адам негізі бұл өлген адаммен бірдей екен. Қаншама отбасылар уланып өліп қалып жатқандар бар, соның дәлелі. Сондықтан жақсылар, ұйқы тағдырымызда бар сияқты, өлім де тағдырымызда бар. Соның үшін өлімді мойындау керек. Бірден ары бірден бері тағдырымызға жазылған өлім келген кезде біз Алланың алдына қай амалымызбен барамыз, не істейміз, не жақсылығымыз бар, ойланайық.